Барлығыңызға сәлем. Менің арнама хош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді болып шығатын пицца пісіретін боламыз. Осы рецептпен пицца дайындауға кеңес беремін. Алдымен қамырымызды жасап аламыз. Ыдысымызға жылы су, қант, тұз, ашытқымызды салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, 15 минут жылы жерге қойып қоямыз. 15 минуттан соң бетін ашып, араластырып, жарты стакан өсімдік майын құямыз. Енді ұн қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ болып шықты. Бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. 40 минуттан соң қолды майлап алып, қамырды екіге бөлеміз. 2 пицца пісіретін боламыз. Противенге май жағамыз, немесе пергамент қағазын салып, қамырымызды жұқалап жаямыз. Қолмен немесе оқтау қолдансаңыздар да болады. Майонез бен кетчупты қамырдың үстіне жақсылап жаямыз. Кетчуп болмаса, томат пастасымен алмастырсаңыздар да болады. Пиццаның салмасын өз қалауларыңызша қосыңыздар. Мен колбаса, болгар бұрышы, қызанақ және сыр саламын. «180 градуста 25-30 минутқа пешке қоямыз. Пісуге 5 минут уақыт қалғанда тағы да сыр салып жіберуге болады. Пицца дайын, ас болсын. Арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.